Мен жалпы білім беретін мектептің 9-шы А сынып оқушысы Сапаров Дамир. Тамшы суды қадірле, пайдасы мол өмірге. Өкінішке қарай, біз экологияны әрдайым қадірлей алмаймыз. Экологияны нашарлауы қоғамға да үлкен зиян. Табиғат адамзат үшін өмірдің бастауы, ал қоғам сол табиғаттың жалғасы. Екеуі бір-бірінен ажырамас жұп. Табиғатты аялау баланың бойына кішкентай кезінен сіңетін тәрбие. Сондықтан бұл құндылық біздің мектептің балабақша қабырғасынан бастау алады. Мектебімізде табиғи материалдардан жасалған бұйымдар көрмесі өтеді. Көрменің мақсаты оқушылардың шығармашылығын дамыту және табиғатты аялауға үйрету. Барлық оқушыларды өз қолөнер туындыларын әкеліп, көрмеге белсенді қатысуға шақырылады. Мектебімізде Таза Қазақстан және Атал Азамат бағдарламалары аясында сенбілік ұйымдастырылады. Сенбіліктің мақсаты айналаны таза ұстау, оқушыларды еңбексүйгіштікке, жауапкершілікке және экологиялық мәдениетке тәрбиелеу. Барлық оқушылар мектеп ауласын, жақын маңайдағы аумақты тазалау жұмыстарына қатысады. Табиғатты аялау отбасыдан басталады. Біздің отбасымызда отбасылық дәстүр бар. Біз жыл сайын әрбіріміз ағаштар отырғызамыз. Табиғат пен қоғам үйлесімді болғанда ғана біздің өміріміз тұрақты болады. Бұл біздің болашағымыз.